Сәлеметсіздер. Енді мен өзімнің қолданып жатқан бәтелдік шайларымды таныстыра кетейін. Бұл енді біздің жаңағы өте тамаша мына аққайының шайы деп шөлді қандырады, тазарту процесті жүргізіп жатқан кезде тазарту процесқа үлкен үлесін қосады деген осы аққайының шайы. Бұл аққайының шайын мен қазір тұрақты ішіп келе жатырмын. Өйткені сүйсініп қолданатын жағдайға жеттім. Негіз мен осы фирмалардың жалпы шөп шай дегеннен қорқушы едім. Қазір осы бәтелдің шайларын қолдана келе қатты ұнататын болдым. Сондықтан сіздерге де кеңес берер едім. Ал енді мен осы аққайын шайдан кейін мына чайный напиток имбирный брусникой деген мына снижение контроль веса дегенді қолданып, бұны кеше ғана бітірдім да, сосын кейін мен жалғастырып ары қарай осы нені қолданып жатырмын. Чайный напиток для похудения дегенді қолданып жатырмын. Қазір ашып көрсетейін. Екеңіз. Осы жаңа ғана сіздермен жұмыс жасап отырып та біреуін ішіп алдым. Бұның да дәмі әдемі екен. Мен негіз қорқақтаушы едім. Тамаша екен. Сүйсініп бұны да ішіп жатырмын. Бұл енді арықтау процесқа арналған шай. Ал енді мынау жаңағы гинекологический красный щетка деген шайыңыз осы. Бұны әлі бастаған жоқпын. Бұйыртса бұның да жаңағы ұнатам дегенге сенімдімін. Ал мынау менің жаңағы улучшение метаболизм, детоксикацияға қолданып, шөу төртеуін ішіп қойдым. Енді сол кешікпей очередьпен келе жатырмын да. Тазарту процестан кейін, одан кейін жаңағы контроль весті мынаны ішкен болсам, одан кейін мынаны оның чайный напиток, мына бирюзовый шай ішеден кейін бұны да ішкем. Ол бұны бітіріп тастап келескісі келді. Одан кейін мына жаңағы контроль весті бітірдім да, енді мына жасыл для похудениеға көшіп отырмын. Енді одан кейін жалғастырып бүйректің шайы, мінекеңіздер. Мына бүйректің шайы и одан кейін гинекологический шай деп профилактика ретінде ішіп қолданам деген мақсатпен осы шайларға көшейін деп шештім.